ФБГ, одан кейін жаңа 2 брекаут, 4 брекаут, 6 брекаут. Енді ФБГ бұл бізде жаңа пустышка орындарды көрсетеді. Мына қараңыздар, бізде мына свечаның арасында мына үлкен свеча не болып тұр, пустой болып тұр. Значит, мынау бізде не болады? ФБГ. Енді бұл ФБГ-ның 50%-нен позиция аша аламыз, және 100%-нен позиция аша аламыз. Енді 100%, 50%-нен позиция ашу үшін біз артында қандай зоналар бар екенін бірінші анықтап алуымыз керек. Ол жақта либо двойной брекаут, либо бір брекаут, либо engulfing зона, барлығы бірдей келсе ғана біз не істей аламыз? Ол зоналардан позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Енді үйге тапсырма. Осы өткен именно Форекс бойынша барлық сабақты қайталайсыздар. Одан кейін үйге 4 брекаут, 6 брекаут, 8 брекаут тауып кураторға жібереміз. 4, 6, 8 брекаут. Осы суббота воскресенье осыны тауып кураторға жібересіздер. И енді имбалансты индикаторға оны қолмен таппайсыздар, имбалансты қосып қойып, просто артқы жақта қандай точкалардан позиция ашатын едіңіз нақты, соны тоже кураторға жібересіздер. Түсінікті ғой? 4 брекаут, 6-8 брекауттан бір-бірден тапсаңыздар болады. Бір лонг, бір шорт, бір лонг, бір шорт. Яғни 4-тен бір лонг, бір шорт, 6-дан бір лонг, бір шорт, 8-ден бір лонг, бір шорт табасыздар. 3 парадан бөлек-бөлек. Түсінікті ғой? Одан кейін мынау ФБГ-ны қосасыздар. Қосқаннан кейін стратегияны сызасыздар. Қай жерден кетеді баға? Мына жерде мысалы ФБГ-да 50-де бар, артында брекаут зона бар. Жазып қоясыз. Экраныңыздағы уже бірінші жаңағы не 2 зонаңызды тексертіп аласыз, 3 зонаңызды. Одан кейін барып кіру точканы новыйдан сызасыз. Не үшін? Мына жерде брекаут, одан кейін мына жерде имбаланс 50% деп жазып қоясыздар. Яғни нақты алдағы уақытта қай жерден позиция ашасыздар, осылай барлығын не істейсіздер? Тауып келесіздер. Мына жерде тоже брекаут зона и потом имбаланстың 50%. Түсінікті ғой? 2 лонг, 2 шорт тапсаңыздар болады. Егер шорт жақын жерде жоқ болса, значит артқы жақтан іздей беріңіздер. Артқы бағыттардан қарайсыздар. Мына жақтарда имбаланс болатын болса, осы жақтардан қарайсыздар. Түсінікті ғой? 1 сағаттық таймфреймде. Яғни үйге тапсырма, кіру точка анықтаймыз. 2 лонг, 2 шорт. 3 парадан да, 2-2-ден. Одан кейін 4 брекаут, 6 брекаут, 8 брекаут. 1 лонг, 1 шорт, 1 лонг, 1 шорт, 1 лонг, 1 шорт. Түсінікті ғой? Енді олар реткі шығады, сол себептен бір-біреуден істесеңіздер болады. Енді бұйырса понедельник күні мета 5-пен бастаймыз. Мета 5-ке қосылмаған кісілер болатын болса, барлықтарыңыз ноутбукке де, соткіге де орнатып алыңыздар. Аржан ханымға, кураторларыңызға жазсаңыздар, сіздерге көмектеседі. Яғни мета 5 соткіге де, ноутбукке де 2 жаққа да тіркеп аламыз. Өткенде экстенстан сіздерге шот ашылған, соңғы логин парольдар мета 5-ке и соткіге тіркейсіздер. И потом уже понедельниктен бастап, сол жақтан қалай позиция ашу керек, қалай мета 5 жұмыс жасайды, барлығын көрсетемін. Түсінікті ғой? Үй тапсырмасы осы, міндетті түрде орындап жібереміз. Сабақтан қалып кеткен кісілер болса, алдыңғы сабақтарды көреміз, асықпаймыз. Хорошо? Түсінбеген нәрселерден сұрайсыздар. Түсінікті ғой? Жаңағыдай фитилдерден қателесіп атсаңыздар, қандай да бір зоналардан қателесеңіз, сразу сұраңыздар. Куратор сізге уақыты бар, қай уақыттан қай уақытқа азан таңғы 10-нан кешкі сағат 10-ға дейін, сол аралықта любой уақытта куратормен связьға шыға аласыздар. Түсінбеген жерлеріңіз арасында видеомен де түсіндіреді. Түсінікті ғой? Жаңағыдай түсінбей қалдым, мен сұрай алмай жүрмін деп олай болмасын. Обязательно түсінбеген жерлеріңіз қазірден сұрап алыңыздар. Ертең тағы алдағы уақытта стратегия өтеді, ол кезде мыналардың бәрі ұмытып қаласыздар. Лучше қазір түсінбей жатсыз ба, қазір сұрап алыңыздар. Түсінікті ғой? Барлықтарыңыз жақсы, почти барлықтарыңыз ойдан бастап жатқан адамдар екенсіздер. Но енді арасында бір кішкене түсінбей қалған моменттер болуы мүмкін, ол қалыпты жағдай. Осылай үйреніп кетесіздер. Қалып кеткен сабақтарыңыз болса, обязательно көріңіздер. Обязательно. Біз алдағы уақытта көбінесе осы стратегиямен жасаймыз. Мен основной жасайтын осы стратегия. Сол себептен бұл сабақтың біреуін пропускать етпеңіздер. Көрмеген кісілер болатын болса, көріңіздер. Түсінікті ғой? Ертең біз сигнал берген кезде қай зона еді, қай жерден кетті деп отпаймыз. Сигнал берді ма, сразу сол жерді қарайсыздар, табасыздар. Не үшін мына жерден сигнал берді, не үшін баға кетті, не үшін ол жерден сигнал берді деген анализ беріледі сол кезде. Түсінікті ғой? Сол себептен осы ең қиын осы ғой. Осыны жақсылап үйреніп алсаңыздар болды, алдағылар қатты қиын емес. Ең қатты көп фокус қоятынымыз осы стратегиялар, именно Форекс бойынша. Түсінікті ғой?
Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Ертеңгі евтаторға жіберіп, түсінбеген сұрақтарыңызды осы 2 күнде қорытып алыңыздар. Түсінікті ғой? Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Келесі сабақта көріскенше.